Қарашаның 29 мен 5 желтоқсан аралығында еліміз бойынша Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге арналған 333 іс-шара өтті. Мен сенемін республикалық форумында жалпыұлттық қайырымды істер марафонының қорытындысы жасалды. Бір жыл ішінде қайырымдылық марафонына 3 миллионнан астам ел тұрғындары қатысты. Әлемге індет тараған кезде халқымыз ұлт болып ұйысудың озық үлгісін танытты деп мәлімдеді Қасым-Жомарт Тоқаев форум қатысушыларына арналған құттықтау сөзінде. Форумда халықаралық жыл волонтері республикалық жомарт жүрек сыйлығының, сондай-ақ ең мейірімді байқауының жеңімпаздары марапатталды. Осы аптада республиканың барлық өңірлерінде тұңғыш президент күніне арналған мерекелік іс-шаралар өтті. Осылайша Нұрсұлтан Назарбаев еңбек жолын бастаған Теміртауда елбасымен бірге қызмет еткен тұлғалар мен тәуелсіздік құрдастары кездесті. Жиында тұңғыш президент ел дамуының 30 жылындағы ерен еңбегі мен тарихи шешімдері талқыланды. Ақтауда мерекеге орай салтанатты қақпа ашылды. Айта кетерлігі, онда қазақтың атақты хандары мен батырлары, тәуелсіз елдің нышандары бейнеленген. Осы аптада Алматыда тұңғыш президент күні қалалық достық үйі ашылды. Енді мегаполистегі 215 этномәдени бірлестік өкілдері бір шаңырақ астында бас қоса алады. Ал Тараз мемлекеттік университетінің студенттері Нұрсұлтан Назарбаевтың елдіктің 7 тұғыры қағидаттар жиынтығын талқыға салды. Студенттер елбасы қағидаттары болашаққа деген сенімді нығайтып, жастарды ел ертең үшін білім алып еңбек етуге одан ары ынталандыратынын атап өтті. Мерекеге орай Батыс Қазақстан облысының Қазталов ауылында тұғырлы тәуелсіздік республикалық жас ақындар айтысы ұйымдастырылды. Сол сияқты Қызылордада өткен конференцияда тәуелсіз Қазақстанның басты жетістіктері мен Нұрсұлтан Назарбаевтың ерен еңбегі талқыланды. Тәуелсіздіктің мен үшін маңызы онлайн челленджі жалғасып жатқандығын естеріңізге саламыз. Бүгінге дейін 7500-ден астам қазақстандық азамат әлеуметтік желіде тәуелсіз елде тұрудың қандай екені туралы оқиғалармен бөлісті. Тәуелсіздіктің 30 жылдығын атап өтуге қатысты барлық шаралармен 30 жыл KZ сайтында таныс бола аласыздар.